Сәлеметсіздер ма, құрметті студенттер? Онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Егешева Анара Еркін қызы. Мен қазақ тілі және әдебиет пәндерінің мұғалімімін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ғабиден Мұстафиннің Қарағанды романынан үзінді. Сабағымызды бастамас бұрын мынаған назар аударайық. Сабақтың мақсаты бүгін сіздер не білесіздер және нені меңгересіздер. Осы сабақтан білетініңіз: бірінші, Ғабиден Мұстафиннің өмірі мен шығармашылығы. Екінші, жазушының Қарағанды романындағы айтқысы келіп отырған негізгі ойы мен идеясы. Сіздің меңгеретініңіз: Қарағанды өңірі ірі өндіріс орны. Орталық Қазақстан кен өндіруші аймақ. Яғни Қазақстанда орналасқан орталық Қазақстанның ірі өндіріс орындарын және Қарағанды өңірі осы ірі өндіріс орнының бірі болатынын білесіздер. Және осы жайлы өздеріңіз мәліметтер жинайсыздар. Ғабиден Мұстафиннің өмірі жайлы қысқаша айтып кетейін. Ғабиден Мұстафин 1902 жылдың 29 қараша айында Қарағанды облысының Бұхар Жырау ауданы Жауыр тауында дүниеге келген. Ауыл молдасынан ескіше сауат ашып, 14 жасында Спаска зауытының табелшісінен 1 жыл орысша үйреніп алады. Сондағы 5 жылдық қазақ-орыс мектебін бітіреді. 20 жылдардан бастап ауылдағы кеңес жұмыстарына араласа бастайды. 1925 жылдан білімін көтеру мақсатында Қызылордаға келіп оқуға түспекші болады. Бірақ оқуға түсе алмайды. Сол жердегі өлкелік сотта іс қағаздарды тіркеуші болып жұмыс атқарады. Түскен шағымдарды негізге ала отырып, сол кездегі елдің ішіндегі заңсыздықтарды көріп, мақалалар жазуға үйренеді. Сол кезден бастап осындай тақырыптарда мақалалар жаза бастайды. Жазушылыққа ұмтылысы да осы кезеңнен басталады. Ғабиден Мұстафиннің шығармашылығы. Алғашқы әңгімесі 1927 жылы Сәрсен мен Бұқаш жылқысы альманағында жарияланса, тұңғыш жинағы 1929 жылы Ершойын деген атпен шығады. Соғыс жылдарында көптеген шағын туындылар пайда болады. Олар құлаған құс, алынған кек, басқа пәле тілден, айғақ, тұтқын, күлмеген адам, керуен секілді шағын туындылар. Соғыстан кейін 1945 жылы соғыстан кейінгі ең кең көлемді прозада қалам тартып, тары дақылынан мол өнім алуда дүние жүзінде танымал болған Шығанақ Берсиев өмірінен Шығанақ повесін жазады. Одан кейін 1948 жылы Миллионер повесі дүниеге келеді. Бұнда өз кезеңінде ұрпақты еңбек сүйгіштікке, табандылыққа, адалдылыққа жетелейтін тәрбиелік мәні жоғары шығарма болады. 1952 жылы Қарағанды, 1960 жылы Дауылдан кейін, 1963 жылдары Көз көрген романдары, ірі туындылары дүниеге келеді. Ғабиден Мұстафиннің Қарағанды романы 1952 жылы жарық көрді. Осы романнан үзінді оқиық. Сәлеметсіз бе? Танысалық, Шырақ. Мен Телман аудандық атқару комитетінің председателі Қанабекпін. Мен осы Қарағандыны күзетіп қалған Ермек деген жұмысшымын. Бәрекелді. Іздегеніміз сен едің. Мына кісілер сонау Донбастан, Москвадан келеді. Өлі Қарағандыға жан салмақ. Бізбен бірге отырып, Совет Қарағандысын жасамақ. Танысып қой. Сергей Петрович Щербаков, деп зор денелі, бурылбас кісіге нұсқады. Өзіңде ескі шахтер
болашақ трес бастығы, механик Козлов, слесарь Лапшин, мына кісі инженер Орлов. Ермек енді әр қайсысымен қол алысты. Суық, сұрғылт жүзіне қан жүгірген, көзі жайнап барады. Тұйық, ауыр мінез адамның аузынан әлі мардымды ештеме шықпаса да, өңіндегі өзгерістер қуанышын сездіріп тұр. Бұлар танысып болғанша, алақандай Қарағанды хабарланып та болды. Жүгірген бала, жебелей басқан әйел еркектер көрінеді. Маңайдағы колхоздардан көмір алуға келген колхозшылар да, өтіп бара жатқан бірен-саран аттылар да бұрылып, қонақтардың маңына жиналды. Одан-бұдан жиыла-жиыла кішігірім топ құралды. Қарағандыны жүргізуге келіпті, Данбастың мастерлері, дейді. Осал деме көмірді, бұрқылдаттар темірді. Көп ішінде сыбыр-күбір осылай жүріп жатты. Ермек қалтасынан бір шумақ кілт суырып Щербаковқа ұсынды. Чайковтан естіген едім, күткен едім, жақсы келдіңіздер. Міне, завод кілтін енді өз қолыңызға алыңыз. Щербаков кілтті алған соң, тебінгідей жалпақ алақанына салып, біраз ойланып тұрды да кішірек, көкшіл көзін төңірекке жіберді. Кең дала оның көңілін де кеңітіп жіберген тәрізді. Қолын көтере, сол далаға мегзей. «Жолдастар!» деді жуан дауыспен. Күдістеу кең иықты, алып денелі адамның даусы да зор, салмақты шықты. Осы далада Аппақ Байжанов қой бағып жүріп, суыр інінен Қарағанды көмірін тапқалы 100-ге жуық жыл өтіп барады. Содан бері орыс ағылшын капиталистері қазақ жерінің байлығын, қазақ халқының арманын осы кілтпен жауып ұстағандай болса, біз енді осы кілтпен бәрін ашамыз. Коммунист партиясы, Совет үкіметі жіберді бізді. Қазақ даласында 5 жылдық жоспарды орындауға көмекке келдік. Бұл 5 жылдықта мешеу Қарағанды Совет одағындағы ірі өндірістердің қатарына қосылады. Жұмыс көп, қиындық көп, бірақ халық күші одан да көп. Ол күшті ұйымдастыра білсек, біз алмайтын қамал жоқ. Қарағанды романынан үзінді. Енді тапсырма орындап көрейік. Мына тақырыптардың қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес келеді? Дәлелдеп, өз пікіріңді айт. Қарағандыдағы жаңа өмірдің басталуы. Екінші тақырып. Қарағанды ірі өндіріс орны. Үшінші тақырып. Танысу. Төртінші. Щербаковтың жаңа өмірі. 4 тақырып берілген. Осы тақырыптың қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес келеді? Ойланып көріп дәлелдеңіздер. Енді осы романымызды қорытындылай, жалпы автордың, жазушының осы романда айтайын деп отырған ойын, идеясын айқындап көрейік. Бұл роман 1952 жылы жарық көрді. Қарағанды өңіріндегі өмірдің, сол кеңес дәуіріндегі адамдардың өмірі мен тіршілігі, олардың мынау жаңа өмірге деген талпынысы, ғылым мен техникаға, өндіріске, жаңа зауыт фабрикалар ашылу заманы болатын. Осы Қазақстан жеріне салына бастаған ірі өндірістердің бірі Қарағанды өңірі болатын. Яғни автор бұл романда қазақ халқының кеңес жылдарындағы бастан кешкен өзгерістері мен өмірі жайлы сөз етеді. Бұл жерде адамдардың жасы әртүрлі, әр буын жастағы адамдар. Бірақ тағдыры бір деуге болады. Романда кейіпкерлердің жеңіл жолы жоқ. Әр адамның жолы ауыр. Әр адамның басында ауыр ой, қиын қыстау, реніш, өкініш, қателіктер болып жатады. Бірақ бір ұжыммен, еңбекпен бәрін жеңіп,
алға ұмтылып, жаңа өмір бастайын деп отырған адамдар. Яғни осы романда автордың айтқысы келіп отырғаны тек қана Қарағанды өңірі емес, жалпы Қазақстан жерінде болып жатқан өзгерістер, жаңа кәсіпорындар, өндірістер, зауыт фабрикалардың ашылуы, жаңа құрылыс үйлердің салынуы, яғни Қазақстан жаңа кезеңді, жаңа өмірді бастайын деп отырған шақ. Бұл жердегі адамдардың ерінбей, еңбек етіп, оптимизм мен жарқын болашаққа ұмтылысы жайлы айтқысы келіп отыр. Ал енді сіздерге осы романды оқып шығуларыңызға болады. Ішіндегі кейіпкерлерді, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді бөліп, оларға мінездеме берулеріңізге болады. Бұл өздеріңізге арналған оқу тапсырмасы. Ғабиден Мұстафин өз романын осы Қарағанды өңірде, Қарағанды қаласындағы адамдардың өмірі жайлы жазғандықтан, мен сіздерге Қарағанды қаласының қай жылы құрылғандығы, жалпы Қарағанды қаласы бойынша қысқаша ғана тарихи мағлұмат берейін. Қарағанды қаласы 1934 жылдың ақпан айында құрылған. Қарағандыда Сәкен Сейфуллин атындағы және Константин Станиславский атындағы драма театрлары, балаларға арналған Буратино қуыршақ театры, Қарағанды мемлекеттік циркі бар. Орталық мәдени және демалу паркінде балаларға арналған темір жол жұмыс істейді. Шахтер даңқы монументі Қарағанды қаласының мақтанышы. Бұл ескерткіш 1974 жылы Қарағандының 2 миллион тонна көмірді өндіру құрметіне орнатылған. Шахтер даңқы монументінің салмағы 20 тоннаны құрайды. Оны дайындау үшін үлгілерді және құйма кезіндегі шығындарды есепке алғанда 30 тонна қола жұмсалған. Шахтерлардың мүсіндері қоладан жасалған, металл асыл ақ алтынмен қапталған. Қарағандыда Бұқар Жырау мен Абай Құнанбайұлының да ескерткіштері бар. Қарағанды өзінің танымал жерлестерімен де мақтанады. Қамал Смайылов, Төрегелді Шорманов, Қайрат Байбосынов, Жүрсін Ерман, Ақселеу Сейдімбекұлы, Геннадий Головкин, Қыдырәлі Болманов және тағы басқа атақты адамдар да осы жақтан шыққан. Бүгінгі сабақта Ғабиден Мұстафиннің Қарағанды романынан үзінді оқып, жалпы автордың, жазушының айтайын деп отырған ойы мен идеясын ашып алдық деп ойлаймын. Және Қарағанды өңірі бұл ірі өндіріс орындарының бірі. Енді сіздерге мынадай тапсырма. Оны өз бетінше орындайсыздар. Қарағанды өңірінде орналасқан ірі өндіріс орындарын және онда шығарылатын өнімдерді жазып келесіздер. Сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.